Ассалаумалейкум қыздар, бүгін мен ең бірінші рет жасап көргеннен сәтті шыққан блиннің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарар бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. 10 жылдан бері блинны пісіретін адам ретінде айтайын, мен үшін бұл ең оңай, ең сәтті рецепт болды. Тек мен көрсеткен рецептімен дайындасаңыз, сізде де күшті шығатынына сенімдім. Ал бір порциядан 10-12 штук шығады екен. Бізге керек ингредиенттер: 300 мг сүт, 100 г ұн, 1 жұмыртқа, 1 ас қасық сұйық май және қалауыңызша разрыхлитель қосуға болады. Алдымен жұмыртқаны табаға құйып, жақсылап винтикпен араластырамыз. Жұмыртқа холодильниктен шыққан немесе үй температурасында тұрған бәрібір. Үстіне сүтті құйыңыз. Сүт менде 6-5%, негізі проценті көп болған кезде блинны жақсы шығады екен. Температурасы да маңызды емес. Енді сұйық майды құйыңыз. Разрыхлительді себіңіз. Содан кейін біркелкі ретке келгенше жақсылап винтикпен немесе вилкамен бәрібір араластыра беріңіз. Ең соңғы этап бізде ұнды ситамен салыңыз немесе кесемен салыңыз. Ең бастысы жаңағы түйіршіктеліп қалмау керек арасында. Жақсылап араластырыңыз. Сізде осындай түйіршіксіз тап-таза сұйық тесто шығу керек. Қызып тұрған табаға құйып, баяу отта пісіреміз. Қопсықыштың әсерінен осындай көпіршік болып тұр. Блинны шекерсіз болғаннан кейін қазір қасына шоколадный начинка дайындайтын боламыз. Ең алдымен оған 50 мг сүт керек болады, яғни шоколадты қосып еріткенде жақсы. Мен постоянно осы Қазақстан шоколадты пайдаланамын, өйткені өзіме қатты ұнайды және сүтпен қосып еріткен кезде тұтасып кетпейді. Және бұл халял рахаттың шоколады. Ашы десеңіздер, басқа жұмсақ шоколадтарды таңдап алсаңыз болады. Именно кондитерский болсын, өйткені таңдап қарап алыңыз, жаңағы кейбір шоколадтарды араластырсаңыз тұтасып кетеді. Қайнап тұрған чайниктің астын баяулатып, үстіне кесені қойып, осылай жақсылап ерітіп алыңыз. Осымен біздің бүгінгі рецепті толығымен дайын. Қыздар кім қалай жасайды, комментарийге бөлісіп кетіңіздер. Кім комментарийде блиннің басқа да күшті рецептімен бөліседі, мен сол рецепті бойынша ютубқа видео саламын. Әзірге назарларыңызға рахмет.